Assalamu alaikum. Ashabu Sufa kanalına hoş geldiniz. Biz bugan дейін ихфа, исхар деген тәжвид ережелерін үйренген едік. Енді бүгін ихлап деген ережені үйренетін боламыз. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, пікіріңізді жаза кетіңіз. Ихлап дегеніміз сүкінді нун немесе фатха тәнвин, кәсра тәнвин, дамма тәнвиннен кейін бә әрпі келетін болса, онда мынау сүкінді нунды немесе тәнвиндердің біреуін мимге айналдырып оқитын боламыз. Мыналарды мим әрпіне айналдырып оқитын боламыз. Енді бұл ереже түсініктірек болу үшін сізге бір мысал көрсете кетейін. Міне. Мин, бәйни. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, сүкінді нуннан кейін ихлап әрпі, яғни бә әрпі келді. Міне, сүкінді нуннан кейін бә келді. Сол үшін мына нунды оқымаймыз, мимге айналдырамыз. Міне, мим, бәйни, мим, бәйни. Нунды мимге айналдырамыз, әрі ұстаймыз. Мим, бәйни. Мен мына жерде екі түрлі мысал жаздым. Біріншісі, міне, мухитун бил кафирин. Міне, дамма тәнвиннен кейін бә әрпі келіп тұр, яғни бізде ихлап болады. Мухитун бил кафирин деп оқимыз. Мухитун деп оқимыз мына жерде. Мухитун. Бә өзгермейді, мына жерде өзгеретін тәнвиндер немесе сүкінді нун. Екінші мысалымызда дамма тәнвин болып тұр. Мына жерде дамма тәнвиннен кейін бә келген үшін. Мына жерде мимде шәдде болған үшін өзі бірінші ұсталынады, екіншіден екеуінің ортасы ұсталынады. Сум, мум, букмун. Бірінші мимнің өзі ұсталынады, сосын ихлап ұсталынады.